Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсетуге лицензияны қалай алуға болады? Сіздің ұйымыңыз халықты әлеуметтік қорғау саласында арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсете ме? Онда бұл қызмет үшін лицензия алуыңыз қажет. Мұны әлеуметтік қызметтер порталы арқылы жасауға болады. Лицензиялау қызмет алушылардың құқықтарын қорғау, сапаға кепілдік беру және мекемелердің жоғары жұмыс стандарттарына қол жеткізуіне көмектесу үшін қажет. Лицензия сіздің ұйымыңызға сенімділікті арттырады. Лицензия алу үшін қарапайым шарттарды орындаңыз. Бірінші қадам, ұйымыңызда мыналардың бар екеніне көз жеткізіңіз. Меншікті немесе жалға алынған ғимарат, үй-жай. Санитариялық, эпидемиологиялық және өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкестігі туралы құжаттар. Тамақтану орны қарастырылған болса. Тиісті қызметтерді көрсетуге қажетті материалдық техникалық база. Әлеуметтік медициналық қызметтер көрсетілетін болса, медициналық қызмет лицензиясы. Қызметкерлердің толық штаты. Жатын бөлмелер, уақытша тұру қарастырылған болса. Екінші қадам, әлеуметтік қызметтер порталы арқылы өтініш беріңіз. Үшінші қадам, өтінішіңіз 2 жұмыс күні ішінде қаралады. Құжаттардың топтамасы толық болмаса, немесе онда қателер табылса, жеке кабинетіңізге толық түсіндірмесі бар бас тарту туралы хабарлама жіберіледі. Төртінші қадам, барлық құжаттар дұрыс болса, лицензияр қызмет көрсетуге қолайлы жағдайдың барына көз жеткізу үшін ұйымыңызға барады. Соңғы шешім 15 жұмыс күні ішінде шығарылады. Бесінші қадам, ұйымыңыз барлық талаптарға сәйкес келсе, порталдағы жеке кабинетіңізге электронды лицензия жіберіледі. Құттықтаймыз! Енді сіздің ұйымыңызда халықты әлеуметтік қорғау саласында арнаулы әлеуметтік қызметтерді көрсету лицензиясы бар.